Келесі тапсырма 19 слайдтан 25 слайдқа дейін бұл ненің құйрығы деп аталады. Бұл тапсырманы орындату барысында педагог баламен жануарларды атап шығады. Кәне бұл жерде не жетіспейді? Жануарлар құйрығын жоғалтып алыпты. Соны табуға көмектесейік. Ол үшін міне ортадағы суретке көңіл аударады. Кәне мына бағыт белгісіне басайық. Міне, бұл ненің құйрығы? Бұл қолтырауынның құйрығы ма екен? Жоқ, жауап дұрыс болмаса, сурет тербеледі. Бұл арыстанның құйрығы ма екен? Жауап дұрыс болса, міне, жануарда құйрығы пайда болады. Келесі жануардың құйрығына көшу үшін алдымен кез келген ортадағы суретке басып, сонан соң бағыт белгісіне басамыз. Бұл ненің құйрығы? Бұл жылқының құйрығы ма екен? Міне, дұрыс болмаса сурет тербеледі. Бұл түлкінің құйрығы. Келесі кез келген суретке басып, тағы да бағыт белгісіне басамыз. Бұл ненің құйрығы? Бұл тоты құстың құйрығы ма екен? Жоқ. Бұл балықтың құйрығы.